Қайырлы күн әріптестер, бүгін біз сіздермен QR-код және URL адрес туралы айтатын боламыз. Ең әуелі іздеу жолағына короткий URL адрес для всех деп жазсаңыздар, сіздерге осындай кликер деген сайт шығады. Бұл сайтты мен үнемі қолданамын. Бұл жерде біз сіздермен ең ұзын деген URL адрестарды қысқартып ала алатын боламыз. Қазір біз сіздермен мысал ретінде бір URL адресті көрейік, тексеріп, соны біз көшіріп алып келіп, мына жерде мысалы мен сақталған құжаттарым ішінен қарап отырмын. Енді бұл қатты ұзын болмай тұр, басқа бір адресті көрсек, бәлкім шығып қалар. Мінекей Coursera сайтының ең ұзын адресін тауып алдым. Осыны енді біз қысқартамыз. Ол үшін жаңағы бос торкөздің ішіне біз осы копировать етіп қоямыз. Кликті басқан кезде мінекей жаңағы ең ұзын біздің сайтымыздың адресі осылай қысқарады. Және төменгі жағына назар аударатын болсаңыз, осы сайттың бірден QR коды шығады. Яғни сіздер оқушыларға YouTube арнасынан мәселен көп жағдайда біз видеоматериалдарды көруге және де соның негізінде жұмыс жасауға ұсынып жатамыз ғой. Сол сияқты сіздер YouTube арнасынан белгілі бір видеоның сілтемесін алып қойсаңыздар, оқушылар осы QR код арқылы оны жылдам ашып көре алады. Мен өзімнің каналымдағы бір видеоның сілтемесін алып көрейін. Көшіреміз. Мына жерге, негізі мына жерде добавить еще одну ссылку деп басқанымыз дұрыс. Сол кезде мына жер тазарады. Вставить. Кликті басамыз. Мінекей бізде қысқа URL адреспен қоса QR код шықты. Енді осы QR кодты алу үшін біз мышкамызды осы жерге алып барамызда копировать картинку деп басамыз, немесе сохранить картинку как-то басып, сақтап алып барып, оны Word құжатқа апарып көшіріп қоямыз. Яғни сіздер оқушыларға дидактикалық материалдар мысалы ұсынуыңыз мүмкін, тыңдалым материалдарын беруіңіз мүмкін. Сол жерде осыны қойып қойсаңыз, оқушылар ұялы телефон арқылы бірден тамашалай алатын болады. Келесі біздің сайтымыз qr-code.ru деп аталады. Бұның мүмкіндіктеріне назар аударатын болсақ, бұл жерде біз сіздермен әртүрлі мүмкіндікке қол жеткіземіз. Біріншіден, бұл жерде енді мәтінді де QR кодтауға болады. Мәселен, мысал ретінде қош келдіңіздер деп жазайын. Енді осыны жазғаннан кейін төменгі жақта размерлары болады. Бұл 3-те тұр. Создать код. Мінекей бізде осындай код шықты. Осыны біз копировать ете аламыз. Одан кейін ссылканы сілтеме жасауға болады. Дәл солай жаңағы YouTube арнасындағы сайтта келуге болады. Содан кейін мінекей визитная карточка жасауға болады. Және де SMS хабарламаны да осылай QR кодтап қоюға болады. Мына жақтан ол автомат түрде шығады. Мысалы, мен жаңағы қолданылған видеоны осы жерге сайттың ссылкасы ретінде жасасам, алдындағы HTTP-сін алып тастап, барып қоямыз. Вставка. Создать код. Мінекей бізде ол шықты. Төменгі жағында қоса сілтемелері бар. Бұны алып, сіздер кез келген құжатқа қоя аласыздар. Келесі біздің сайт QRCC парақшасында, сайтында жасалады. QRCC мінекей бұл жерде де алдыңғыға қарағанда мүмкіндіктер кеңейе түседі. Визитная карточкаға байланысты ақпараттар толықтырылған. Және де дәл алдыңғы секілді телефон, қараңыздар, телефонный звонокта бұл жерде мысалы біз ұялы телефонның сандарын қойып қоямыз ғой, ал қазіргі кезде тіпті QR кодқа енгізіп қоюға да болады екен. Мінекей одан кейін картаны да
мысалы белгілі бір орналасқан жерді көрсету үшін email адресті, email сообщенияны, және де календардағы мысалы болатын жиынды алдын ала белгілеп осындай QR код арқылы жіберуге болады. Сонымен қатар Wi-Fi-ға қатысты QR кодты да осылай енгізуге болады. Келесі біздің парақшамыз QR Mania деп аталады. QR Mania'да міне алдыңғы секілді барлық мүмкіндіктері бар. Қосымша мүмкіндік ретінде біз қарастырамыз. Мінекей, мысалы жаңағы алдыңғы видеомыздың сілтемесін алып келіп қойдық. Одан кейін мына жақтан сіздерде QR код шықты. Енді біз бұл QR кодқа рамка қоя аламыз, фон жасай аламыз, және карточка. Төменгі жағында стильді басатын болсаңыздар, ол өзгереді. Одан кейін загрузить изображение деген бар. Загрузить, яғни біз бұның артқы жағына мынандай фотоны қойсақ, ол бізде осындай әдемі болып шығады. Содан кейін скачать PNG фото форматында көшіріп алып, әсіресе визиткалар жасаған кезде өте ыңғайлы екен, тарата салғанға. CVG форматы ол электронды парақша ретінде ашылады екен. Ал PNG осындай визитная карточка форматында шығады. Бұның ішінде қаншама ақпараттарды жасырып қоюға болады, Және де бұл жерде ортасында логотипке назар аударыңыздар, ВК деп тұр. Бұны біз өзгерте аламыз. Оны өзгерту үшін біз мына жерден кез келген фотоны алып қоя аламыз, Мінекей, ортасында менде бұған лайықталмаған фото болғандықтан кішкене сөзі толық сыймай тұр. Енді сіздер алдын ала дайындап бұны қойыласыздар, немесе мүлдем оны қоймай қоюға болады. Келесі біздің QR код жасайтын ерекше сайтымыздың атауы QR код генератор.com деп аталады. Бұның ерекшелігі, біз бұл жерге тіркеле аламыз. Тіркелгеннен кейін Gmail почта арқылы тіркелуге болады. Мен тіркелгендіктен мен авторизация дегенді басамында бірден өзімнің парақшама енемін. Осындай парақша ашылады. Біз сіздермен создать код дегенді басамыз. Мінекей, бұл жерде алдыңғы сайттардағыдай біраз мүмкіндіктері бар. Бұның ерекшелігі енді бұл жерде WhatsApp-қа сілтеме жасауға болады, купондарға, бизнес парақшаларға, кері байланысқа, рейтингті көрсету үшін, одан кейін PDF формат, PDF құжаттарды осы жерге енгізуге болады. Бұл біз үшін, мұғалімдер үшін ең қажетті формат секілді, PDF-ті басамыз, оның жан-жағы жасыл болады. Одан кейін следующийді басамыз. Енді мына жерден көкте загрузить PDF деп тұр. Біз өзіміздің PDF-імізді алып келіп қоямыз. Мен таратпа материалдар деген өзімнің оқушыларға әзірлеген жұмысымды қойып көрейін. Мінекей, мына жаққа шыққаны көрінді. Енді төменге қарай түсіп, біз бұны өзгерте аламыз. Мына кезде дизайн и настройканың ішінде оның түстерін өзгертуге болады екен. Мысалы, кнопкаларының басталуының ерекшелік дизайнерлік тұрғыдан әдемі болу үшін таңдап алғаннан кейін біз сіздермен следующийді басамыз. Мінекей, бізде QR кодымыз әзір болды. Енді бізге тағы да қосымша мүмкіндіктер ашылады. Бұл жерде біз осы QR кодымыздың сыртқы формасы басқаға көрінген кезде қандай болады, соны таңдай аламыз. Өзгеріп жатыр, байқап отырсаңыздар.
төменгі жақта қара бассаңыз, оның түсін өзгертуге болады. Текст скан me дегенді, оны да өзгертуге болады негізінен. Одан кейін мына жердегі ішкі суреттерінде өзгертуге болады, және де ортасына логотип қоюға болады. Мінекей, бұл PDF құжат болғандықтан мен PDF құжатты суретін логотипін қойып қойсам болады. Енді осы дайын болғаннан кейін біз сіздермен не істейміз? Төменгі жағында URL адресінде сіздер оны жеке көшіріп алсаңыздар болады. Және де мынаны біз енді жүктеп аламыз. Мінекей, маған осындай ашылды. Енді бұны біз кез келген Word форматқа немесе презентациямызға оны орналастыра аламыз. Қазір мен сіздерге осы QR кодты мен ұялы телефонмен, осы QR код телефонмен кіргендігімді сіздерге көрсетемін. Көп рахмет сіздерге. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрдайым сіздерге пайдалы контент түсіруге тырысамын. Рахмет.